Армысыздар әріптестерім. Университетте шәкірт тәрбиелеп жатқан, әдістемеден сабақ беретін әріптестерім, зерттеуші ғалымдар, әдіскер мамандар. Бүгінгі дәрісім алдыңғы дәрістің жалғасы болып келеді. Өткенгі дәрісте бірталай сұрақтардың жауабы толыққанды берілмей қалыпты. Және дәріс жария болғаннан кейін ұстаздарымыздың тарапынан сұрақтар да келіп түсті. Сондықтан бүгінгі дәрісті сұрақ-жауап алаңы деп атап отырмын. Осы бағдарламаға байланысты қалған аз-мұз сауалдар болса, сол сауалдарды бірге талқылайық. Аса қадірменді әріптестер, алғашқы сауал қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқу бағдарламасында берілген оқу мақсаттарының орны тұрақты ма, орындарын ауыстыра аламыз ба деп сауал қойған екен бір әріптесіміз. Оқу бағдарламасында әр тоқсанның ішінде қамтылған лексикалық тақырыптарға байланысты оқу мақсаттары арнайы бөлініп берілген. Сол бөлім ішінде оқу мақсаттарының орнын ауыстыруға болады, ол қатып қалған емес. Міне біздің қазіргі қолданыстағы бағдарламамыздың ең жақсы тұсы ол мұғалімге деген шығармашылық еркіндіктің берілгендігінде. Сонымен қатар бір тоқсанға берілген мәселен 3 лексикалық тақырып болса, сол 3 лексикалық тақырыптың да орнын ауыстыруға хақыңыз бар. Тек бұл жағдайда кішкене сақтықпен қарайды, білім тексерушілер келіп жатса түсінбестік болып қалады, немесе оқушылар басқа бір мектептен сіздің мектебіңізге ауысып келіп жатса, тақырыпты өткен не өтпеген болып қалуы мүмкін. Барлығымыз бір бағытта бірдей қатар жүріп отырайық деген желеумен осыған мектепшілік жалпы келіспеуі мүмкін. Ал бұлай ондай ауыс-түйістер көп болмайтын болса, жалпы ішінде өз 90-ның ішінде алмастыра берсе де болады. Өйткені 90-ның соңында, бірінші 90-ның соңында сол бәрібір даладан ешқандай тақырып келмейді. Сол 3 тақырыптың бірі сізге тжб болып келеді. Келесі сауал: нақты грамматикаға арналған сабақ өткізуіме бола ма? Әлбетте болады. Нақты грамматикаға арналған бір сабақты түгел грамматикаға арнауыңызға болады. Немесе бір сабақты таза лексиканы меңгеруге арнауыңызға болады. Бір сабақты таза оқылымға арнасаңыз да болады. Таза тыңдалымға арнасаңыз да болады. Немесе негізгі мақсат тыңдалым болады да, сол тыңдалымнан мәтіннен грамматиканы шығарып жалғастырып, қосалқы қамтып кетсеңіз де болады. Ол сіздің еркіңізде. Сөйлеу әрекетінің 4 түріне қатысты түсініктеме неге оқу бағдарламасында берілмеген? Енді әріптестер, оқу бағдарламасы ол шағын ғана құжат. Оның ішіне әдістемелік нұсқау беруге келмейді. Сондықтан онда нақты керек деген сығымдалған ақпарат қана беріледі. Кәдімгі жиынтық қана, нақты керек деген дәні беріледі. Енді жалпы бағдарламаға қосалқы әдістемелік нұсқау деген бір кітапша болса, әлбетте жақсы болушы еді. Бұл ұсыныс енді болашақта шешімін таба жатар. Келесі сауал: грамматика бағдарламада аз қамтылыпты. Өз тарапынан қосуға бола ма? Әлбетте грамматика бағдарламада аз көлемде мөлшерде қамтылған. Өз тарапыңыздан толықтырсаңыз болады. Енді сіз өзіңіздің сыныбыңыздағы оқушыңыздың деңгейіне қарай, жаңағы меңгермей қалған тақырыптары, баланың білмейтін білімі сізге аңғарылып тұрады ғой. Сондықтан соның орнын толтыру мақсатында сіз қосалқы грамматикаларды ала берсеңіз, оның ешқандай айыбы жоқ. Сондай-ақ өткен дәрісімде айтқан болатынмын, осы қолданыстағы оқу бағдарламасының нақты толықтырылуы тиіс тұсы осы грамматика деп ойлаймын. Болашақта толықтырылып, сіздің көңіліңізден шығатындай бағдарлама болар деп үміттенемін. Келесі бір сұрақ: тілі ауыр шығарманы қалай оқытып жүрсіз дейді. Бағдарлама көлемінде бізге мәлім әр бөлім, әр тақырып сайын, лексикалық тақырып сайын бір шығарманы қосып отырамыз. Әлбетте тағы да сіздің оқушыларыңыздың деңгейіне байланысты тағы да қосып оқытам, қосымша оқытам деп тағы қосып алсаңыз да айып болмайды. Бірақ нақты меңгерілуі тиіс сол бір шығарманы жақсы бала меңгеріп шығуы керек.
Ал енді тілі ауыр деп шағымдансаңыз, енді оның шешімі мұғалім ретінде сіздің өзіңіздің қолыңызда. Тілі ауыр шығарманы түрлі икемдеудің жолдары бар. Тілі ауыр шығарманы икемдеудің. Мысалы, жеңіл оқушыға қызық деген бөлігін алып қана оқытсаңыз болады. Немесе ол шығарманы, мысалы Қамар сұлуды 58 беттен тұратын Қамар сұлу романын 10-шы сыныптарға мен мысалы 18 бетке бейімдеп жеңіл тілмен жазып шыққан болатынмын. Осылайша шығарманың тілін жеңілдетуіңізге болады. Жалпы бұл жерде түсінетін нәрсе, берілген үлкен шығарма болса, мәселен Көксерек шығармасын оқитын болсақ, онда сіз ол кітапты түгел балаға оқыту мүмкін емес, орыс сыныбының оқушыларына. Ондай жағдайда сіз жалпы оның мазмұнын қамтитындай бірнеше бөліктерге бөліп оқытасыз. Болмаса өте ұтымды деген тұсын оқытып, қалған мазмұнын өзіңізше қысқаша жеткізіп берсеңіз болғаны. Енді тілі ауыр шығармамен қалай жұмыс жасау керек деген тақырып менің көкейімде қалсын. Алдағы дәрістерімде осы тақырыпқа байланысты арнайы шығарылым дайындайтын болайын. Сіздерге осы тақырып аса қызықты болып тұрса, осы тақырып аясында менен жақсы бір ақпаратты күтіңіздер. Келесі сауал: грамматиканы қалай қызықты етіп оқытуға болады? Қалай дағдылармен бірге қамтимын? Грамматиканы біз үйреніп қалғанбыз ғой, әріптестер. Бірінші ережені береміз, ережені жаттап алады. Бұрын дәстүрлі сабақта солай еді ғой. Ережені тақылдап бізге жатқа айтып берсе, біз сол балаға бесті қоятын едік. Ондай тәжірибе менің де басымнан өтті. Облыстық олимпиадаға дейін жетіп, барлық грамматиканың қай тұсын сұрасаңыз сізге математикалық есеп сияқты шешіп айтып береді. Грамматикалық тұрғыда өте сауатты жазады, бірақ бала мүлдем бетпе-бет сөйлесуге келген кезде екі сөйлемнің басын құрап сізбен қарым-қатынасқа түсе алмайды. Сондықтан бұл білімді біз білім деп бағалай алмайтын болып отырмыз. Енді грамматиканы қалай қызықты етіп өткіземіз дейсіз бе? Ол жағдайда біз түрлі ойындар немесе жаңағы коммуникативтік тәсілге сүйеніп өткіземіз. Мысалы, келер шақты түсіндіретін болсам, мен оқушыларыма сауалнама әкеліп, ертең кім қайда баратындығын біліп кел деп мен оқушыларыма сауалнама берем. Олар бір-біріне сұрақ қою арқылы кімнің қайда баратынын біліп келеді. Және соңында берілген уақыт аяқталғаннан кейін маған кім қайда баратынын айтады. Әлбетте мен оларға дайын үлгі берем, сауалдың үлгісін беремін. Және ол үлгінің ішінде нақты келер шақ формасын беретін аффикстерді қарамен бояп қоямын. Балалар бір-бірінен сауал алып жатқан кезде олар келер шақты қолданып тұрғанын, келер шаққа тақырып арналып тұрғанын білмейді. Олар автоматты түрде бір-бірімен келер шақтың формасын қолданып, сауал қойып, оған өз сауалдарына жауап алып жатады. Автоматты түрде, яғни тілді қолданып жатады. Әбден ақпараттың барлығын айтып болғаннан кейін, балалар әбден сол форманы қолданып бір қыза түсіп сөйлеп болғаннан кейін барып, кімнің қайда баратынын анықтап қорытып алғаннан кейін барып мен оқушыларға мынандай нұсқау берер едім. Балалар, енді сауалдарыңызға және алған жауаптарыңызға назар салыңыздар. Қандай құрылымды сіздер қолданып сөйледіңіздер деп сауал қойып, олар ережені сол құрылымдарына қарап тұрып, өздері шығаратындай дәрежеге жеделеп алып келер едім. Мінекей, бұл бір ғана сіздер үшін мысал. Келесі сауал: лексика-грамматикалық минимумға сай болатын мәтіндер жоқтың қасы қайтсек болады? Өте жақсы сұрақ. Біздің әдістемелік тұрғыда екінші тіл ретінде қазақ тілінің жаңағы әдістемелік тұрғыда дамымай қалуының көрсеткіші бұл. Мысалға ағылшын тілі секілді түрлі деңгейге арналған мәтіндердің жинақтары бізде дайын жоқ. Өйткені біздің лексика-грамматикалық минимумдарымыздың өзі әр деңгейге жіктелмеген, лексикамыздың өзі әр деңгейге нақты қай сөз қай деңгейге жататыны анықталмаған деген сияқты олқылықтарымыз жетіп артылады. Сол себепті лексика-грамматикалық минимумға сай болатын мәтіндерді біз таппаймыз. Шама шарқымызша жеңіл-ау, балалар осыны ала алады-ау деген мәтіндерді дайын күйде алып жатамыз. Әлбетте бізге аутентті мәтіндерді сабақта қолданған дұрыс, қолдануға тиістіміз де. Бірақ та оқушының деңгейі төмен болса, әсіресе төменгі сыныптарда баланың ынтасын жойып алмау үшін біз өңделген
жаңағы өз деңгейіне шақтап дайындалған мәтінді сабақта қолдануымыз керек. Және өзіңіз айтып отырғандай, сол сабаққа тиісті лексикасы бар мәтінді сабаққа әкелуіміз керек. Менің біраз әріптестерім осы мәселені қалай шешіп жүрсіздер деп сауал қойғанда, ол кісілер айтқан болатын. Сондай мәтіндерді аламыз, тақырыбымызға сай келетін. Соның ішіне жасанды түрде сол сөздерді енгізіп, мәтінді өңдейміз деп. Бұл да бір амал. Немесе өзіңіз ақпаратты оқып алып, өз тіліңізбен қайта жазсаңыз да айып болмайды. Әлбетте мұғалімге көп күш түседі, мен түсінемін. Дәл қазіргі уақытта сабақ беріп жатқан, дәл қазір мектептің тұтқасы болып тұрған сіздердің иықтарыңызға ауыр жүк артылып тұр. Өйткені міне қазір осы бір қажетті дүниелерді сіздер жасап өтесіздер. Сізден кейін келетін жас мамандарымызға, келесі ұрпаққа ол кішкене жеңілірек тиеді деп ойлаймын. Әріптестер, сұрақ-жауап алаңында қойылған сауалдарды менімен бірге болып талқылағандарыңыз үшін зор алғысымды білдіремін. Сұрақ-жауап алаңындағы қойылған сауалдар өте мазмұнды болды деп ойлаймын. Мен шама-шарқымша сіздерге жауап беруге тырыстым. Толыққанды жауап берілмей қалған тұстар болса, алдағы дәрістерде жауабын ала жатарсыздар деген ойдамын. Менің каналымды